Ассалаумағалейкум, сәлем баршаңызға. Менің арныма қош келдіңіздер. Бүгін осындай екі түрлі полонеза және де маргарита пиццасын дайындаймыз. Бұл пиццалар оригинал соуспен жасалады және өте жұқа қамырмен духовкада 7-ақ минут піседі. Оның қыр-сырымен мен сіздерде бүгінгі видеода бөлісетін боламын. Моцарелла сырымен жасалады. Міндетті түрде лайк басып сақтап алыңыздар, өздеріңіз және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен бізге ұнымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды құямыз, одан кейін ашытқымызды саламыз. Одан кейін сұйық майымызды құямыз. 1 шай қасық қант, 1 шай қасық тұз саламыз. Мінекей сұйық май құйып жатырмын. Жақсылап қамыр илейміз. Жақсылап қамыр илеп алғаннан кейін бізде осындай қолға жабыспайтын қамыр шығу керек. Мен ингредиентті жазып кеткен қамырдан жаңа кішкене көбірек немесе азырақ кетуі мүмкін. Ұнның тығыздығына байланысты. Менде сол ұнның ингредиентте жазып кеткен ұнның барлығы кетті. Қамырымызды илеп жылы жерге қойып қоямыз. Менде жарты сағат 40 минутта көтерілді. Соусына қызанақ керек. Менде 2 осындай қызанақ орташа. Және де оны блендерден өткізіп аламыз. Егер де сіздерде блендер болмаса, қызанақты уақтап турап алсаңыздар болады. Блендер болмаған жағдайда солай уақтап алсаңыздар да болады, қыздар. Осындай менде жаңа сұйық масы шықты. Енді оны құрғақ табамызға құямыз. Ешқандай май құймаймыз. Мындай менде орегано деген приправа бар. Жаңа құрғақ түрі орегано. 1 шай қасық саламыз, толтырмай. 1 шай қасық толтырмай. Тұзымызды саламыз, дәміне қарай. Содан кейін 1 шай қасық томат пастасын саламыз, жақсылап араластырамыз. Осылай бұлғап кішкене 5 минуттай кішкене қайнатамыз. Кішкене ғана қайнатамыз, көп қайнатпаймыз. Басқа тұсымызға құйып аламыз. Біздің жаңа соусын, жаңағы соус пісірген біздің табамызға май құйып, жаңа уақталған пиязымызды қуырып аламыз. Одан кейін фаршымызды саламыз, тартылған етімізді. Одан кейін соусымыздан 2 ас қасық салып жібереміз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Тұз саламыз дәміне қарай. Және де суы тартылғанша қуыратын боламыз. Біздің қамырымыз көтерілді. Енді осыны 2-ге бөлеміз. Бізде 1,35 диаметр, 30-35 диаметрлі 2 пицца шығады. Қолмен немесе оқтаумен де жаюға болады, қыздар. Мендер осындай қолмен жайдым. Жұқа қылып жаясыздар, жұқа қылып. Бізде пиццамыз 7 минут піседі, сондықтан біздің қамырымыз өте жұқа болуы керек. Жақсылап жаямыз. 2 ас қасық жаңа соусымызды саламыз, жақсылап жағып шығамыз, барлық жеріне жететіндей қылып. Менде сырдан, яғни ірімшікте осыны Эмирдің моцарелла сыры. Моцарелла сырының неше түрлі фирмасынікі бар. Осындай Бонфесто деген, Эмир деген сырлар бар. Өте жақсы ериді. Пицца арналған және соустың үстіне жаңағы біздің үкіште өткізілген ірімшігімізді саламыз, оның үстіне начинкамыз, яғни менде қызанақ. Екінші пиццамызды да дәл солай жаямыз да, соусымызды салып, бұнда бізде фарш кетеді, яғни полонеза пиццасына жаңағы біздің қуырылған фаршымызды салатын боламыз. Мінекей фаршымызды салып шығамыз да, оның үстіне ірімшігімізді саламыз. Айта кетейін тағы да, фаршымызды біз суы тартылғанша кішкене қуырып аламыз, 10 минуттай. Үстіне жаңағы біздің сырымызды саламыз. Максимальный градуста 250 ма, 300 ма, духовкамызда қандай максимальный градус бар, соған қыздырып қоямыз алдын ала духовкамызды, соған қоямыз да 1-7 минуттай пісіріп аламыз. 7 немесе 10 минут, максимум 10 минут сізде пиццаңыз пісіп шығады, піспей қалады деп күмәнданбаңыздар. Сол уақытта піседі. Егер сіздер қамырларыңызды өте жұқа қылып жайған болсаңыздар, міндетті түрде сол уақытта пісіп шығады. Сол уақыттың ішінде біздің ірімшігімізде барлығы еріп, осындай керемет болып шығады. Міндетті түрде жақсылап көріңіздер. Рецепті сақтап алыңыздар. Әлі күшті рецепттер болады. Каналыма тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.